ұлттық ойындары халқымыздың асыл мәдени мұрасы. Ойын дегеніміз бұл адамның ақыл ойын дамытатын, ойдан ойға жетелетін, қиял мен қанат бітіретін қызықты қимылдар жиынтығы. Қазіргі таңда біз балаларымызға қазағымыздың ұлттық ойындарын дәріптей отырып, біз бүгінгі таңда тиын алу ойынын ойнатпақпыз. Балалар, сендер ойын ойнағанды жақсы көресіңдер, мен білемін. Солай ғой балалар? Иә. Ал ендеше мен сендерді ойын алаңына шақырамын. Балалар, біз қазір қазағымыздың ұлттық ойындарының бірі теңге ілу ойын ойнаймыз. Бұл ойынды балалар ойнау үшін бізге мынадай жылқы қажет, тиын қажет, және де шеңберден жасалған, арқаннан жасалған шеңбер қажет болады. Ал ендеше балақайлар қазір әуен қосылады. Сол әуенменен мына жылқыны ойыншылар ұстай отырып, шеңбер бойыменен айнала отырып, мына тиынды алу қажет болады. Әуен аяқталған уақытта тиынды кім бірінші алады екен, сол бала өзінің тобына бір ұпай жинайды. Ал ендеше дайынбыз ба? Келіңдер ойыншылар. Ал ой, жарайсың. Яғни Муси жылдам екен, я Муси тобына бір ұпай жинады. Келе ғой. Ал келесі ойыншылар. Омар, жүре отыр. Омар. Ал келесі ойыншылар. Келе ойындар, ортаға келе ойындар. Кім жылдам екен? Айсұлу жылдам екен, жарайсыңдар. Айсұлу өзінің тобына тағы да бір ұпай жинады. Ал үшінші ойыншылар келе ойындар. Кім жылдам екен? Айша тобына тағы да бір ұпай жинап алды. Жарайсыңдар. Ал жылқыны келесі ойыншыларға береміз. Кәне, жылдамдатамыз, кәне. Шеңбер бойымен кәне. Кім жылдам екен? Алдия жылдам екен. Ой, жарайсыңдар. Ал ендеше, балалар, қай топ жеңімпаз деп ойлайық? Жарайсыңдар, күн тобы. Жарайсыңдар. Яғни, балалар, мына қапшық толы тиынды қай топ алады? Күн тобы алады, е? Жарайсыңдар. Қол шапалақтап қойықшы, балалар. Балалар, жалпы ойын ұнады ма сендерге?